Сәлем достар! Бүгін ірімшік қосылған пирог пісірудің әдісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, арнаға тіркеліп алыңыз. Ол үшін 100 грамм бөлме температурасындағы жұмсақ сары майға 50 грамм қантты қосып, шанышқымен жақсылап араластырамыз. Одан соң үстіне бір жұмыртқаны салып, тағы да шанышқымен араластырып аламыз. Ендігі кезекте 200 грамм ұнға 1 шай қасық қамыр қопсытқышты қосып, ыдыстың ішінде араластырып аламыз. Енді барлық құрамдарды біріктіріп, қамырелейтін боламыз. Ұнның барлығын бірден салып жібермейміз, екіге бөліп саламыз. Одан соң қолға жабыспайтындай жұмсақ қамыр елейміз. Қамыр дайын болған соң қамырды бетін жауып қоя тұрамыз. Енді салмасын әзірлейтін боламыз. Ол үшін 400 грамм ірімшікке 200 грамм қаймақ, 100 грамм қант, 2 жұмыртқаны қосып, шанышқымен жақсылап араластырып аламыз. Мен ірімшікті алдын ала блендермен езіп алдым. Сол кезде массамыз 1 келкі болып шығады. Енді 2 ас қасық кукурузный крахмал салып, тағы да араластырамыз. Егер кукурузный крахмал болмаса, оны ұнмен алмастыруға болады. Салмасы дайын болған соң осылай құйып аламыз және қасықтың көмегімен бетін тегістеп шығамыз. Енді 170-180 градуста қызып тұрған пешімізге салып 40 минут пісіріп аламыз. Қаласаңыз бетіне жеміс-жидектерді де салуға болады. Пирогымыз осылай жұп-жұмсақ әрі нәзік болып шығады. Назарларыңызға рахмет.